Видеоны бастамастан бұрын мен саған өте бір керемет сайт көрсеткім келіп отыр. Бұл сайтты осы видеоның алдындағы видеоларда да айттым. Бұл сайттың ссылкасы осы видеоның описаниясында. Бұл сайттан интернетте ақша табуды үйрететін видео курстар, тағы да сол сияқты видео курстар тегін скачать етіп алуыңа болады. Бірақ бұл сайттағы аккаунтыңның статусы премиум болу керек. Сонда ғана бұл сайттан кез келген видео курсты кез келген уақытта, кез келген көлемде скачать етіп алуыңа болады тегін. Бұл сайттағы аккаунтыңды премиум қылып ауыстыру үшін 333 рубль төлейсің. Сонда ғана аккаунтыңды премиум қылып ауыстыруыңа болады. 333 рубль біздің теңгемен есептегенде где-то 2000 теңге. Менің ойымша бұл өте керемет сайт, себебі 2000 теңгеге тіпті бір видео курста сатып ала алмайсың. Премиум аккаунт сатып алу үшін премиум дегенге басасың. Бұл жерде премиум аккаунт туралы толық ақпарат бар. Өзің бұл сайтқа тіркеліп болғаннан кейін асықпай отырып танысып шығасың. Тіпті бұл жерде премиум аккаунттың ақшасын қалай төлейтініңді де көрсетіп жазып қойған. Сонымен видеоны бастаймыз. Сонымен екінші сабаққа қош келдің. Бүгін мен саған партнерский ссылкаларыңа қалай редирект жасауға болатынын көрсететін болам. Партнерский ссылкаларыңа редирект жасау үшін ең бірінші Twitterден аккаунт ашасың. Мен Twitterде мынандай аккаунт ашып, осы аккаунтпен жұмыс жасап жатырмын жалпы. Сен де мынандай аккаунт ашасың. Аккаунтыңның атын кино новинки, немесе кинофильмы, немесе фильмы 2020, HD кино, киномир, немесе мир кино деген сияқты қылып Twitterден аккаунт ашасың. Аккаунтыңа оформление жасайсың. Сосын посттар шығарасың. Мынандай қылып. Қазір мен саған дәл осындай аккаунтты қалай ашуға болатынын көрсететін болам. Яғни Twitterден аккаунт ашуды, редирект жасауды көрсететін болам. Ең бірінші Twitterден аккаунт ашпастан бұрын Яндекс картинкеге немесе Google картинкеге барасың. Twitter аккаунтыңа аватарка, сосын шапка скачать етіп аласың. Аватарка скачать етіп алу үшін add значок деп жазасың. Сосын показать фильтры деген басасың. Ориентация деген жерде квадратный деген таңдап аласың. Размер деген жерде средние немесе большие дегеннің біреуін таңдап аласың. Значок скачать етіп аламыз. Мысалы үшін мына значокты скачать етіп аламын мен. Сохранить дегенді басамын. Енді шапка скачать етіп аламыз. Кинотеатр. Онлайн кинотеатр деп жазамыз. Ориентация деген жерде горизонтальный деген таңдап аламыз. Мысалы үшін мына суретті скачать етіп алып көреміз. Сохранить дегенді басамыз. Енді мынандай аккаунт ашу үшін Twitterге барасың. twitter.com деген сайтқа кіресің. Зарегистрироваться деген басасың. Мына жерге мен киномир деп аккаунт ашам. Сен өзіңе басқа ат таңдап аласың. HD кино, фильмы 2020 деген сияқты. Мына жерде использовать электронную почту дегенді басамыз. Сосын мен мынандай электронный почта қолданам. Өзіме керек емес фейковый электронный почта. Сенде фейковый электронный почта ашасың. Рамблерден почтаны тегін ашуыңа болады. Электронный почтаны копировать етіп алам. Адрес электронной почты деген жерге қоям. Далее дегенді басамыз. Далее дегенді басамыз. Зарегистрироваться дегенді басамыз.
Қазір электронный почтамызға код келеді, сол кодты мына жерге жазатын боламыз. Электронный почтамызға код келді. Кодты копировать етіп аламыз. Twitterге барамыз. Далее дегенді басамыз. Пароль ойлап табамыз. Далее дегенді басамыз. Сразу аватарка қойып кетеміз. Мына аватарканы қоямыз. Далее дегенді басамыз. Расскажите о себе деген жерге мынандай нәрсе жазсаң болады. Здравствуй, мой друг, здесь ты можешь смотреть все новинки кино и сериалов. Так что подпишись на этот профиль деген сияқты нәрсе жазуыңа болады мына жерге. Мен ештеңе жазбаймын, тек қана бұл аккаунтты мысал ретінде ашып көрсетіп жатырмын. Пропустить дегенді басам. Пропустить дегенді басам тағы да. Далее дегенді басам. Пропустить дегенді басам. Get started. Маған басамыз. Енді аккаунтымызға шапка қоямыз. Ол үшін профиль дегенді басамыз. Edit профиль дегенді басамыз. Шапкаға басамыз. Шапкамызды таңдап аламыз. Сәл-пәл регулировка жасаймыз. Шапкамыз әдемі болып көріну үшін. Apply дегенді басамыз. Save дегенді басамыз. Енді Twitter'ден пост шығару үшін киноның картинкасын скачать етіп аламыз. Ол үшін киноның атын скопировать етіп аламыз. Яндекс картинкаға немесе Google картинкаға барамыз. Киноның атын қоямыз. Содан кейін показать фильтры дегенді басамыз. Ориентация дегенді басамыз. Горизонтальный деген таңдап аламыз. Сосын размер деген жерге басамыз. Большие немесе средний деген таңдап аламыз. Мен большие деген таңдап алам. Киноның картинкасын скачать етіп аламыз. Открыть дегенге басам. Мына картинканы скачать етіп алу үшін мишканың оң жақ батырмасын басам. Сохранить изображение как дегенді басам. Сосын картинканың форматы міндетті түрде JPEG emoji болу керек. Сохранить дегенді басам. Бұл түсінікті. Енді бұл аккаунтқа пост шығару үшін Tweet дегенді басамыз. Жарнамалайын деп отырған киномыздың атын копировать етіп аламыз. Киномыздың аты Доктор Сон. Копировать етіп аламыз. Смотрите фильм тут деп жазамыз. Мына жерге стрелка қоямыз. Ол үшін мына смайликке басамыз. Мына символдарды таңдап аламыз. Стрелка іздейміз. Мына стрелканы таңдап аламыз. Мына жерге партнерский ссылкамызды қоямыз қазір. Доктор Сонның партнерский ссылкасын жасаймыз. Видео канал дегенге басамыз. Мына жерде платники дегенге барамыз. Получить ссылку дегенге басамыз. Play'ден бастап сұрақ белгісіне дейін копировать етіп аламыз. Игнорировать предупреждение. Киноның ссылкасының артына партнерский ссылкамыздың жалғауын жалғаймыз. Партнерский ссылкамызды копировать етіп аламыз. Twitter аккаунтымызға барамыз. Партнерский ссылкамызды қоямыз. Енді бұл постқа картинка салу үшін картинканың значогына басамыз. Киномыздың картинкасын қоямыз.
твит дегенді басамыз. Мына көк нәрсе мына жерге дейін толу керек. Сонда постымыз аккаунтымыздан шығады. Постымыз аккаунтымыздан шықты. Енді бұл посттың ссылкасын копировать етіп аламыз. Оның үшін жоғары қарап тұрған стрелкаға басамыз. Посттың ссылкасын копировать етіп алу үшін copy link to tweet деген жазуға басамыз. Посттың ссылкасын копировать етіп алдық. Посттың ссылкасын қысқарту үшін мынандай сайтты пайдаланамыз. Мына жерге ссылкамызды қоямыз. Twitterдегі постымыздың ссылкасы. Клик дегенді басамыз. Біздің ұзын ссылкамызды бұл сайт қысқартып берді. Бұл ссылканы сен компьютеріңнен текстовый документ ашып, немесе WordPress-тен документ ашып, ссылкаңды сохранить етіп қоясың. Қапталына кейін оның атын жазып. Max Convert арқылы жұмыс жасайтын болсаң да, дәл осылай редирект жасайсың. Сосын редиректті тек қана Twitter арқылы емес, Telegram арқылы да істеуіңе болады, егерде істеп білетін болсаң. Ал егерде істеп білмейтін болсаң, комментарийға жаз. Редиректті Telegram арқылы жасауды да көрсететін болам. Сонымен бұл видеоны мен осы жерден аяқтаймын. Егерде бұл видео саған ұнаған болса, бұл видеодан өзіңе бір пайдалы нәрсе ала алған болсаң, міндетті түрде бұл видеоға лайк бас, комментарий жаз, әртүрлі әлеуметтік желілерде достарыңмен бөліс. Алдағы уақытта әлде неше түрлі қызықты өте керемет видеолар шығаратын болам. Сондықтан да қазақша онлайн бизнес каналына жазыл, және де қоңыраушаны басуды ұмытпа. Сонымен 3-ші сабақта кездескенше.